Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге селедка под шубой салатының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керегі қызылша, сәбіз, картошка керек болады. Осылардың барлығын терканың ең үлкен көзінен өткізіп аламыз. Сонымен қатар мен бұл салатқа алма қосамын. Алманың орташа алманы сыртының қабығын ашып, осылай терканың ең үлкен көзінен өткізіп аламын. Және бізге селедка керек болады. Менде осындай туралған. Сонда да мен тағы да кубиктап турайтын боламын. Барлығын турап болғаннан кейін мен жинаймыз. Осындай кольцоға жинаймын. Ең бірінші қызылшамыз саламыз. Қызылшаны дәл екі бөлікке бөлемін. Өйткені ең астына саламын және ең үстіне кететін болады. Жартысын астына салып, тұзын саламыз. Жақсылап біркелкі жаямыз. Одан кейін бір ас қасық майонезімізді салып, жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін сәбіздің барлығын саламыз. Онда бір тегістеп, үстіне тұз салуды ұмытпаңыздар. Дәміне қарай тұзын саламыз. Бір ас қасық майонез. Оны да жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін картошканы саламыз. Ол картошканы да біркелкі қылып тегістеп жаямыз. Одан кейін тұзымызды салып, майонезімізді саламыз. Оны да жақсылап жағып шығамыз. Енді осы картоптан кейін селедкамызды саламыз. Тұз қоспаймыз, өйткені өзі тұзды. Тағы майонезімізді салып, жақсылап жайып шығамыз. Одан кейін алмаға лимонның суын қосып араластырдым. Солай жағамыз. Ең соңында жаңағы қызылшаның бөліп алған жартысын салып, үстіне майонезімізді салып, осылай тегістеп шығамыз. Ең соңында жұмыртқаның сарысын күштен өткізіп, осылай жағып шығамыз. Енді бұны 30-40 минутқа холодильникке қоямыз. Енді 30 минут тұрды. 30 минут өтті. Енді кальциясымызды ала берсек болады. Одан кейін мен үстінен тағы да қалған жұмыртқаның сарысын осылай сеуіп шығамын. Және үстіне көк пиязды турап осылай жаңа қойып шығамыз. Немесе укроп қойсаңыздар да болады. Осымен дайын. Менің салатым өте дәмді және ерекше болып шығады. Сондықтан менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сау болыңыздар. Рахмет.